Бахираның болжауы. Арада бірнеше жыл сырғып өтті. Мұхамбет кәмелет жасына жетті. Ол кезде Әбу Тәліп Шам шаһарына керуен жүргізіп сауда қылатын. Бір сапарында Мұхамбетті өзімен бірге ертіп кетті. Мекке мен Шамның ортасындағы керуен жолда Бахира деген діндар шатыр тігіп жататын. Ол Інжілдің құпия сырларына қанық еді. Соңғы пайғамбардың белгілерін білетін. Енді оның дүниеге шығатын уақытын болжап отырған. Жол бойына үй салып, оны күтіп жатқанына 20 жылдан асып кетті. Ол күн сайын жолдан өткендерге назар салып, бақылап отыратын. Бірде Меккеден келе жатқан керуенді көрді. Бір шөкім ақ бұлт оларға саясын түсіріп, қалмай ілесіп келеді. Ол мұны пайғамбарлықтың нышаны деп түйді. Шаршаған керуен басы түйелерді шалдырып, сол жерге аялдады. Қазан асылып, сусын ішіп, бәрі әлденіп жатты. Бахираның баққаны аспандағы ақ бұлт болды. Бұлт қураған ағаштың төбесіне барып, ақ мақтадай олпаланып тұрды. Таяп келіп еді, талдың түбінде бір бала отыр. Екі бетінен шуақ шашып, иман нұры төгіліп тұр. Ол ішінен, дәуде болса хақ пайғамбар осы болар деді. Бахира үйіне келді де, дастарханға түгел жиналдыңдар ма? Деді. Олар, қосқа қарай тұрсын деп бір баланы ғана қалдырып кеттік деді. Оны да шақырыңдар. Бала үйге кіріп еді, Бахира оған ізетпен тағзым етті. Маңдайынан сүйіп, бәрінен жоғары отырғызды. Барынша сыйлап бақты. Қонағасы біткен соң, жолаушылар керуенге қайта бастады. Сол кезде Бахира, бұл баланың жақыны қайсың? Деп сұрады. Мен деді Әбу Тәліп. Сол кезде Бахира, саған айтар құпия сырым бар. Ана інің тегін бала емес. Оның пайғамбарлық сипатымен оқыған кітаппен дәл келеді. Бір бұйымтайым бар. Баланың арқасын ашып көрсет деп өтінді. Әбу Тәліп баланың көйлегін көтеріп жауырынын көрсетті. Оның арқасындағы пайғамбарлық мөрдің нұры алакөлеңке бөлменің ішін жарыққа толтырып жіберді. Бахира көзіне жас алып, мөрге маңдайын тигізіп сүйді. Мен бұл күнді 20 жыл күттім. Енді өлсем арманым жоқ, деді кемсеңдеп. Әбу Тәліпке қарап, әй Әбу Тәліп, Ғайса пайғамбар бізді Ахметтің нұрымен сүйіншілеп кеткен. Бұл бала оның нақ өзі. Бұл аймақта пайғамбарды күтіп жүрген мен сияқты адам өте көп. Бірақ олардың ішінде бұл баланың бағымен таласатын надандары да аз емес. Әлемге әділдіктің орнығуын қаламайтын безбүйректер қай жерде болса да табылады. Ондайлар баланы таныса, аман сау қоймайды. Тілімді алсаң Шамға барма, үйіңе қайт, деді. Әбу Тәліп оның сөздерін толық түсінбесе де, Мұхамбетке қауіп барын сезді. Ол сол күні Шамға бармай, керуенді Басраға қарай бұрды. Бір қызығы, бұл сапар жоспарсыз болса да, саудасы күтпеген жерден дөңгеледі. Базардың қызығында жүріп, Әбу Тәліп Мұхамбеттен көз жазып қалды. Мұхамбет те қайнаған базардың қызығын аралап, бір темір ұстасының шеберханасына келді. Жалпақ төсте қамыр сияқты иленіп жатқан қызыл темірді қызықтап қарап тұрды. Сол кезде ұста, әй балақай, әр тұр, от ұшат, денеңе тисе күйіп қаласың, деді. Айтып аузы жиғанша оттың бір ұшқыны баланың денесіне барып қадалды. Бірақ темірдің шоғы көйлегін жандырмай, бейне бір суға түскендей пыс етті де бірден өшіп қалды. Ұста елең ете қалды. Ол саймандарын тастай салды да, әй, сен бала кімсің? Қайдансың? Деді. Мен Меккеден келдім. Нәсілім араб, руым Құрайш, Хашимдер әулетінен болам. Әкеңнің аты кім? Әкем Әбділда, атам Әбдімүтәліп. Әй бала, тегің мен ойлаған болжаммен дәл келеді екен. Есімің кім? Атым Мұхамбет, деді. Мұны естігенде Яхуди ұстасының түрі өзгеріп сала берді. Ол жалма-жан дауыстап, әй бауырлар, бері қараңдар. Мен білсем осындағы діншілдер айтып қоймай жүрген болашақ пайғамбар осы болар. Келешекте күллі әлемге осы баланың ілімі тарайды, деді. Базардың ішінде қараниет күншілдер өріп жүрген. Олар да топқа келіп құлақ тұрып, бәрін тыңдап тұрды. Біздің ұрпақтан неге осындай ұлық пайғамбар шықпады, деген қызғаныштың қызыл иті іштерін тырнап жатты. Олар ыңғайы келсе, сол жерде Мұхамбетті турап тастауға дайын еді. Бұл кезде Хамза, Ғаббас, Әбубәкірлер Мұхамбетті іздеп жүреді. Олар жиналған тобырдың үстінен түсті. Қараса қолында қанжары бар, екі еркек баланы қоршап келеді. Хамза қылышын суырған бойда топты бұзып жарып кірді де Мұхамбетті жұлып алды.
залымдар дереу теріс айналып, топқа сіңіп жоғалды. Әбутәліпке бұл оқиға сабақ болды. Бұдан кейін ол Мұхамбетті алыс сапарға алып шықпайтын болды. Арада тағы біраз жыл өтті. Мұхамбеттің жасы 25-ке жетті. Бойы өсіп, сымдай тартылған сымбатты жігіт болды. Ақыл парасаты толысып, адалдықпен аты шықты. Оның жомарттығын мойындамаған адам қалмады. Сенімді, аманатқа адал әрі жүрегі жұмсақ болғандықтан, ел оны Мұхамбет әл-Әмин деп атап кетті. Бұл кезде Әбутәліп қартайып, мал дүниесі кеміп қалған еді. Себебі Меккеде дүрілдеген сауда ісі бұрынғы Мұруа деп аталатын киелі дәстүрдің тамырына балта шапқан. Оның орнын бай-байға, сай-сайға құяды деген надан түсінік басты. Жағдайы нашар жақынға қарайласатын саналы салт адыра қалды. Меккенің байлары өздерін құдай сезінетін жағдайға жетті. Сондықтан да шаруасы кері кеткен Әбутәліпке бірде-бір туысы қол ұшын созбады. Осының кесірінен Әбутәліп Мұхамбетті уақытында үйлендіре алмады. Осы уайым оның жанын жегідей жеді. Мұны байқаған Мұхамбет: «Көке, соңғы кезде қатты шөгіп кеттіңіз. Не болды?» деп сұрақ қойды. «Сені атаңнан аманатқа алғанда қанаттыға қақтырмаймын, тұмсықтыға шоқтырмаймын, үйлендіріп өз алдына бөлек отау етіп шығарамын деген уәдем болған. Қысқа жіп күрмеуге келмеді. Жомарттың қолын жоқтық байлайды деген. Әттең тонның келтесі болып тұрған жоқ па, қарағым-ау» деп жауап қатты. «Менің қалың малыма бола сонша қиналғаныңыз қалай? Мен сізге байдың қызын әпер деп салмақ салған жоқпын ғой. Мұхамбет, мен сені жақсы білем. Сен кісіге салмақ салмайсың. Бірақ жар таңдауда жаза басуға болмайды. Бабаларымыз қатын мен қазанның қымбатын ал деген. Қалың малы арзан деп қараның қызына қызықпа. Жасаулы деп, малды деп байдың да қызына көз тастама. Дұрысы, ары мен ұяты бар, ақылды қызды көргенде қанша қымбат болса да, алаңдамай айттыру керек» деді. Мұхамбет түсінгендей ишара білдіріп: «Ұқтым көке, бірақ өзіңізді де қинай бермеңіз. Үйленіп үй саламын деген адамға Алла өзі көмектесемін деген уәдесі бар. Құдай қаласа, маған да бір қалыңдық табылар» деген екен.